Екі адам кездескен жерлерінде дауласып қала беретін. Бетпе-бет келуден қатты қашқақтайтын. Бір күні олардың бірінің ажалы жетіп қайтыс болады. Дұшпаны қуанады. Арада біраз уақыттан соң өлген адамның қабіріне соғады. Жеңіске қол жеткізген қолбасшы сияқты айқайлап қабірдің бас жағына келіп, дұшпаны өлгеннен кейін де өмір сүріп, сүйіктісінің қойнында жатқан адам қандай бақытты. Дұшпанынан бір күн артық өмір сүрген адамның өліміне жылаудың қажеті жоқ деп мақтанады. Сосын ол адамның мазарындағы тақтайлардың бірін суырып алады. Қараса, бұрын жібек сәлделер оранатын бұл бас шұңқырда жатыр. Тірі кезіндегі толған айдай әсем келбеті суалып, кеудесі шөгіп кетіпті. Дұшпанның денесіне қараған адамның жүрегі бірден елжіреп, қайғыға салынғаны соншалық жылағанда көз жасы мазардың топырағын лайлайды. Ол туралы айтқандарына өкінді. Ол жерден кетіп, өзі өлгеннен кейін құлпытасына былай жаздыруды өсиет етеді: ешкімнің өліміне қуанба, тағдыр сені де көп ұстамайды. Сауап пен күнә. Сауап Аллахтың және пайғамбардың әмірлерін орындағанға берілетін сый. Бір құдси хадисте, құлым бір сауап істеуді ойласа, бір жақсылық жасауды ойласа, дереу бір сауап жазамын. Егер оны жасаса, ең аз дегенде 10 есе сауап жазамын. Бір жамандық ойлап оны жасамаса, кешіремін. Істесе, бір күнә жазамын делінген. Күнәларда әділдік бар, сауаптарда артықтық бар. Жақсы іс, жақсы әрекет жасағандарға одан артығы бар.